Таңғы асымызға шакшука әзірлейміз. Табамызды қойып, майымызды құйып, алдын ала турап дайындап қойған пиязымен, 2 бас орташа пиязбен, қызыл және жасыл болгар бұрышын турап дайындап қойдым. Пиязымызды майымызға салып қуырамыз. Жарты қасық тұз, томат саламыз. Әрине өз қалауларынша саласыздар. Қуырылған пиязымызға помидорымызды, қызанағымызды салып, үстінен бұрыштарымызды саламыз, болгар бұрыштарымызды. Жарты стакан қалауларынша су құясыздар, дәмдеуіштер саламыз. Осылайша қайнатуға қойып қоямыз. Бір 10 минут қайнатамыз. Үстінен осындай көк жусайларыңызды салсаңыздар болады. Осылайша жұмыртқаңызды саласыз. Мен жұмыртқаны суға пашот етіп пісірдім. Өстіп салып, үстінен салат жапырақтарын салсаңыздар, және бір 5 минутқа бұқтырып